Бәріне сәлем, құрметті денсаулық үшін каналының көрермендері, қалайсыздар? Бүгінгі видеода ашығу арқылы салмақ қосуға бола ма, қалай салмақ қосуға болады деген сұраққа жауап беретін боламын. Мен бұл видеоны комментариядағы көрерменім сұрауы бойынша шығарып отырмын. Достар, егер үй жағдайында жақсы пайдалы ақпараттар, видеолар көргіңіз келсе, каналыма тіркеліп кетіңіздер және каналдың еңбегін бағалап, лайк басып және достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Дұрыс тамақ ішпеген адам жүдеу, арық болады. Оған көп тамақ ішу керек деген түсінік бар ел арасында. Сондықтан салмақ қосқысы келгендер толуым керек деп шамадан көбірек тамақ ішу мүмкін. Бірақ көп тамақ ішкеннің де зияны бар. Адамның салмақ қоспауы және арық, салмақ жеңіл болуы ол тамақтың қорытуы мен сіңуіне байланысты екен. Ас қорытуы дұрыс жасамағаннан болады екен. Адамның, яғни ішкі ағзасы ас қорытуы тамақты сіңіре алмайды, сондықтан да адам салмақ қоса алмайды екен. Соған тікелей байланысты екен. Тамақ дұрыс қорытылмай, дене клеткаларына толық сіңірмейінше арық адам толмайды екен. Тіпті пайдасыз тамақтан адам күш қуатынан айырылып, ауыр халге душар болуы мүмкін. Адам өз салмағынан айырылып, денсаулығы бірте-бірте төмендесе, бұл дене мүшелерінің қызметінің нашарлауы екен. Сондықтан барынша аз және құнарлы тамақ жеу арқылы салмақ қосудың жолдарын іздеген жөн. Солардың бірі ашығу. Ашығудың медицинада пайдасы жиі айтылады. Әсіресе жасушаның жанаруы, асқазан ішек жолдарының тазаруына, әсіресе қысқа мерзімдік ашығудан қорқудың қажеті жоқ. Аз мерзімде ашығуға болады. Ашығу ережесін сақтаған адамның дене мүшелері демалып қалады екен. Содан тамақ қорыту мүшелері дұрыс жұмыс жасап, жақсы қорытуды аңғаруға болады екен. Яғни пайдалы тамақ жегеннен кейін, егер сіз ашығып барып пайдалы тамақ жесеңіз, сіздің ағзаңызға жақсы сіңеді. Түрлі ауруларға таптырмас ем екен. Арық адамдар ашықсам мүлдем жүдеп кетем ғой, кішкентай болып кетем ғой, одан сайын арықтап кетем ғой деп ойлайды. Бірақ олай емес. Бұл жердегі басты қағида денені тазартып, құнарлы тамақ ішу керек екен. Сіздің толуға, салмақ жинауыңызға мүмкіндігіңіз бар. Адам денесінде асқазан мен ішекте көп мөлшерде артық тамақ болмаса, әсіресе жағымсыз улы заттар болмаса, ішкі күш-қуат өте жоғары болады екен. Яғни тамақ қорыту әрі дене клеткаларына сіңуі орасан зор ықпал жасайды екен. Адамның асқазаны мен ішегі артық пайдасыз тағамдардан тазарып, ашығу кезінде тазарып, асқазан сөлі көбейеді, асқазан жақсы жұмыс жасайды. Соның арқасында тағам құрамындағы ақуыз бен дәрумендер тез сіңеді екен. Ашығу дене мүшелерінің қызметін жақсартумен қатар ағзаға жаңа күш-қуат береді екен. Ашығу ережесін ұзақ мерзімде ұстаған адамның мүшелері қоректенген пайдалы тағамның күннен күнге жақсы тағамды қабылдап, тіршілікке қажетті күш-қуаты молайып, бірте-бірте жылдан жылға тамақ қорыту жүйесі жақсара береді екен. Адам 7-10 тәуліктен 2-3 рет ашыққаннан кейін өзін жақсы сезінеді. 20-30 күнге дейін созса, дене мүшелерінің ас қорытуы мен сіңіруі мүлдем өзгереді екен. Мүлдем жақсы болып тазарады екен. Таза ауамен тыныстап, дене жаттығуын жасаса, салқын сумен жуынып шайынса, адамның сыртқы және ішкі дене құрылысы әжептәуір жақсарады екен. Ашығу графигін тәжірибелі дәрігерлермен келісіп, ағзаға артық тамақ пен улы заттардан тазарғанға дейін ашығу қажет. Бұл жерде ашығу ережесін қатаң сақтаудың маңызы зор. Кешке, әсіресе таңертең таза ауада 1-2 шақырым жер серуендеп немесе жүгіру керек. Ал үйде күніне 20-30 минут тыныс алу жаттығуларын жасағаны абзал. Ұйықтар алдында, ұйқыдан тұрғаннан кейін бөлменің есік-терезесін ашып, ауаны тазарту қажет екен. Адам ағзасы өзін тазалайды екен. Таза дене адам құрылысының өсуіне кедергі жасамайды. Ескерту, менің барлық айтып жатырған пайдалы кеңестерім осы денсаулық үшін каналындағы пайдалы кеңестердің барлығын дәрігердің кеңесі арқылы жасаңыз. Ақпарат пайдалы болса, достар, лайк басып кетеміз, каналдың еңбегін бағалап, каналға тіркеліп, және достарыңызбен бөлісіп кетеміз. Сіздермен бірге болған денсаулық үшін каналы келесі видеода кездескенше, достар, сау болыңыздар.